Тағам өнімдерінің сапасы және қауіпсіздігі пәні бойынша 13-ші дәріс. 13-ші дәрістің тақырыбы өсімдік шаруашылығында қолданатын заттармен ластануы, пестицидтер, нитраттар, нитриттер. Дәрістің мақсаты өсімдік шаруашылығында қолданатын заттармен ластануы, пестицидтер, нитрат, нитриттер туралы мәліметті игеру. Осы тақырыпты игеру үшін екі сұрақ қарастырылады. Бірінші, нитрат, нитриттер дегеніміз не? Және де екінші сұрақ, өсімдік өнімдерінің өнімділігін ұлғайту. Нитраттар бұл табиғи және синтетикалық азот қосылыстары, көбінесе тыңайтқыштар ретінде қолданылып, өсімдіктерге қорек береді. Олар топырақта немесе су жүйелерінде жинақталуы мүмкін. Нитраттар мен нитриттердің айырмашылығы бұл олардың химиялық құрылымы, ағзадағы әрекеті және қауіп деңгейіне байланысты ерекшеленеді. Екеуі де азотты қосылыстар, көбінесе тыңайтқыштар мен консерванттар ретінде кездеседі. Қайда кездеседі? Нитраттар көкөністер мен жемістерде, әсіресе тыңайтқыш қолданылғанда. Су мен топырақта табиғи немесе ауыл шаруашылық жолымен. Нитриттер көбінесе ет өнімдерінде, консерват пен E250. Нитраттардың ағзада немесе тағамда редукциялануы нәтижесінде түзілуі мүмкін. Ағзаға әсері. Нитраттар өздігінен уытты емес, бірақ ағзада нитриттерге айналғанда қауіпті болады. Нитриттер гемоглобинді метгемоглобинге айналдырып, оттегіні тасымалдауды бұзады. Бұл метгемоглобинемия деп аталады. Нитраттар азот қышқылының тұздары, анион, нитраттар тыңайтқыштар құрамына кіреді және өсімдік текті тағам өнімдерінің табиғи компоненті болып табылады. Ет және сүт сияқты жануар өнімдерінде нитраттар мөлшері көп болмайды. Үлкен мөлшерде нитраттар адам ағзасына қауіпті. Адам нитраттың 150-200 мг тәулігіне дозасын айтарлықтай жеңіл қабылдайды. 500 мг шектелген доза, ал 600 мг тәулік дозасы ересек адам үшін қауіпті болып саналады. Ана сүтімен тамақтанатын балалар үшін 10 мг тәулігіндегі дозасы қауіпті болып саналады. Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі нитраттардың рұқсат етілетін тәуліктік дозасын бекіткен. Ол адамның 1 кг дене салмағына 5 мг нитратты құрайды. Кезегінше ересек адам күн сайын тағам өнімдерімен 300-350 мг нитрат қабылдауы мүмкін. Мұндай мөлшердегі нитраттар адам мен оның ұрпақтарына өзгеріс тудырмайды. Нитраттың бұл дозасы бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының ұсыныстарына сәйкес келеді. Ол нитраттардың қаупі туралы білімнің қазіргі заманғы деңгейін көрсетеді. Нитриттер анионы бар азоттық қышқылының тұздары. Нитриттерді негізгі жеткізушілерге ет өнімдері жатады. Олардың үлесіне адам ағзасына жалпы түсетін нитриттердің 53-60% келеді. Нитриттер жекелеп алғанда натрий нитриті тағам өнеркәсібінде кластридиум ботулиниумның алдын алатын және ерекше түс беретін консервант ретінде ветчина, шұжық, ет консервілерін дайындауда қолданады. Тағам қоспасы ретінде қолданылатын нитриттер мөлшері қатаң нормаланады. Нитроза қосылыстар бірінші кезекте нитрозаминдер анық байқалатын канцерогенді қасиетке ие. Қоршаған ортада және тағам өнімдерінде, сонымен қатар жануар ағзасында және адамда негізін салушы қосылыстар нитриттер, нитраттар нитритке тотықсыздандырғаннан кейін аминдер, амид топтары бар заттар мен азот оксидтерінде
оңай түзіледі. Нитрозаминдер тағам өнімдерінің технологиялық және кулинарлық әдіспен өңдеу процесінде ет және балық және тағы басқа өнімдерді қору, ыстау және консервілеу барысында түзілуі мүмкін. Тағам өнімдерін сақтау процесінде нитрозаминдер мөлшері едәуір ұлғаюы нитроза қосылыстар үшін ортақ топ болып табылады. Бұл топқа әртүрлі арилді, алициклді және басқа да радикалдар, эфирлі ароматикалық амид топтары және тағы басқалар қосылуы мүмкін. Нитрозодиметиламин, нитрозидоэтиламин және нитрозодитропилопин, нитрозодибуталин, нитрозопирипиридин, нитрозопиролидин, нитрозоқосылыстар кеңінен таралған. Нитрозаминдердің көпшілігі нитрит қосылып дайындалатын ысталған ет өнімдерінде шұжықтарда 80 микрограмм килограммға дейін, ысталған және тұздалған балықта 110 микрограмм килограммға дейін табылған. Жаңа сойылған етте немесе балықта нитрозаминдер табылмайды, немесе аз мөлшерде 1 микрограмм килограммнан аз болады. Сүт өнімдері ішінен нитрозаминдер негізінен ферментация фазасынан өткен сырда 10 микрограмм килограммға дейін, сусындар ішінде сырада жалпы мөлшері 12 микрограмм килограммға дейін болуы мүмкін. Нитраттардың тағамға әсері адам денсаулығына және азық-түліктің сапасына тікелей байланысты маңызды мәселе. Нитраттар бұл ауыл шаруашылығында тыңайтқыш ретінде кең қолданылатын заттар. Алайда олар тағам өнімдерінде шамадан тыс жиналып қалса, улану және созылмалы ауруларға себеп болуы мүмкін. Ағзаға әсері қысқа мерзімде улану, бас айналу, жүрек айну, қан қысымының төмендеуі, тері көгеруі, метгемоглобинемия, көк нәресте синдромы, яғни қан түзу қабілетінің төмендеуіне, әлсіздік, тез шаршау, ұзақ мерзімді әсері қандағы оттек тасымалдау процесінің бұзылуы, ішек жолдарының қатерлі ісігіне қауіп, бауыр мен бүйрекке зиян, иммунитеттің әлсіреуі, алдын алу және зиянды азайту жолдары: көкөністерді суға салып жуу, тұзды суға салып қою нитратты 20-30% дейін азайтады. Қайнату нитраттардың бір бөлігі суға шығып, жаңағы өнімдегі нитраттарды азайтуға әсерін тигізеді. Ерте піскен көкөністерден сақ болу, оларда нитрат жиі жоғары болады. Орта бөлігі емес, шеткі бөлігін пайдалану, мысалы шалғам, қиярда нитрат негізінен өзегінде болады. Тексерілген, сертификатталған өнімдерді таңдау. Балалар мен жүкті әйелдер нитратты көп өнімдерде аз мөлшерді тұтыну керек. Нитраттар қайдан келеді? Минералды тыңайтқыштар, жерге көп мөлшерде енгізілген азотты тыңайтқыштар өсімдіктерде нитрат жинайды. Ауыз су арқылы жер су асты суларындағы тыңайтқыш қалдықтарының болуынан тарайды. Көкөністер мен жемісте қызанақ, қияр, шалғам, салат, картоп, шпинат нитраттарды көбірек жинай алады. Ет өнімдері, шұжық, колбаса түсін сақтап бактериядан қорғау үшін натрий нитраты қосылады. Нитриттер тағам өнімдеріне әртүрлі себептермен қосылады, бірақ олардың қолданылуы мен әсері туралы толығырақ түсіндіруге болады. Консервант ретінде нитраттер қолданылуы мүмкін. Консервант ретінде нитриттер азық-түліктердің сақтау мерзімін ұзартатын химиялық қосылыстар. Олар ет өнімдерінде көбінесе ботулизмді тудыратын Clostridium botulinum бактериясының өсуін тежейді. Бұл бактериялар токсиндер шығарады. Олар адам денсаулығына өте қауіпті.
Нитреттер осы бактерияларды жою арқылы тағамның қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Түстің сақталуына ет өнімдері, әсіресе шұжықтар мен бекон сияқты өңделген еттер нитриттерді қосқанда қызыл немесе қызыл түске ие болады. Қызғылт түске ие болады. Бұл процесс нитриттердің миоглобинмен етте болатын ақуыз әрекеттесу нәтижесінде жүзеге асады. Нитриттер миоглобинмен реакцияға түсіп, еттің түстерін сақтауға көмектеседі. Бұл әсіресе ұзақ сақталатын өнімдерде өте маңызды. Түсі өнімнің жаңа әрі сапалы көрінуіне ықпал етеді. Дәм мен сапа. Нитриттер ет өнімдеріне ерекше дәм мен иіс береді. Олар әсіресе шұжықтар мен бекон сияқты тағамдарда дәмділікті арттырады. Нитриттер еттің табиғи дәмін күшейтеді. Ол тұздалған немесе ешкі дәмі пайда болуына себеп болады. Бұл дәм өзгерістеріне нитриттердің етте болатын амин қышқылдарымен және белоктармен реакцияға түсуі себеп болады. Нитриттер мен нитрозаминдер нитриттердің денсаулыққа әсері туралы көп пікірталас бар. Егер нитриттер тағамда тым көп болса, олар жоғары температурада немесе ас қорыту процесінде нитрозаминдерге айналуы мүмкін. Нитрозаминдер бұл канцерогенді заттар, яғни олар ұзақ уақыт қолданылса, рак ауруларының пайда болуының қаупін арттыруы мүмкін. Нитрозаминдердің пайда болуын азайту үшін кейбір елдер, ұйымдар нитриттердің қолданылуын шектейді. Тағам өнеркәсібінде нитриттер қосылған өнімдердің мөлшері белгілі бір стандарттарға сай болуы керек. Әдетте бұл мөлшер қатаң түрде реттеледі. Өйткені жоғары концентрациядағы нитриттер қауіпті болуы мүмкін. Нитриттермен алмастырылатын табиғи консерванттар әлемнің көптеген елдерінде тағам өнімдерінде нитриттерді қосуға қойылатын шектеулер бар. Мысалы, Европалық одақ және ақш-та азық түліктерінде нитриттер мен нитраттардың мөлшерін реттейтін арнайы стандарттарды енгізген. Бұл шектеулер олардың денсаулыққа теріс әсерін азайту мақсатында белгіленген. Соңғы жылдары адам денсаулығына зиянсыз болар деген үмітпен табиғи консерванттар, мысалы аскорбин қышқылы, С витамині немесе заттар қосылған шөптер мен тұздықтар қолданысқа енгізілуде. Олар нитриттерді алмастырып, тағамдарды қауіпсіз әрі табиғи түрде сақтау мүмкіндігін ұсынады. Жалпы нитриттерден басқа пестицидтің түрлері өте көп. Сол пестицидтердің түрлері, мысалы, бактерияларға қарсы қолданылатын пестицидтер бактерицидтер деп аталады. Жаңағы өсімдікте болатын құрттарды, яғни нематодтарды құртатын пестицидтер нематоцидтер деп аталады. Өсімдікте арам шөптердің болуын тежейтін пестицидтің түрін гербицидтер деп атайды. Және де құсқа қарсы қолданатын, кеміргіштерге қарсы қолданатын пестицид түрлері, өсімдіктің тез жетілуіне әсер ететін, жаңағы жапырақтың тез түсуіне әсер ететін пестицид түрлері. Және де тағы кенелерге қарсы қолданатын пестицид түрлері, яғни әрқайсының өзінің жеке түрлері және атаулары бар. Бұл пестицидтер мен нитриттердің кері әсері жаңағы зиянсыз түрлерінің көп мөлшерде дозадан тыс
қолданылуы болып табылады.